Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы, студияда Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, бүгін сұхбатқа өзек етіп алып отырған тақырыбымыз жаңа салық жүйесіндегі өзгерістер және салық жүйесінің тиімділігі. Және ол тақырыпты тарқату үшін студиямызға шақырған қонағымыз да бар, таныс болыңыз. Бүгін біздің студияда қонақта Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі салық және кеден саясаты департаментінің директоры Нұрлыбек Шаймаханов. Қош келдіңіз. Нұрлыбек мырза, негізі салық мәселесі біздің қоғамда 2025 жылы өте қызу талқыланды. Ол енді орынды да, қосымша құн салығы, басқа да мәселелер, жеке заңды тұлғаларға қатысты мәселелер елді алаңдатты. Ел президентінің Түркістан газетіне берген сұхбатынан кейін біраз мәселелерге нүкте қойылған сыңайлы. Мына сұрақтан бастайықшы сұхбатымызды. Үкіметтің ұсынғанына қосымша құн салығы біздің экономикамызға тиімділігін қай тараптан көрсете алады? 25 жылғы негізгі талқыланған экономикалық мәселелердің бірі салық кодексі. Ол жерде енді үлкен мәселе қосылған құн салығы. Ол ұсыныс осы 25 жылы қаңтар айынан бастап ұсынылды. Ол жерде мөлшерлеме 12%-дан 16%-ға көтеріліп отыр биылдан бастап. Енді негізгі себептердің бірі ол бюджеттің түсімдерін тұрақтандыру. Яғни біздің бюджетті шығындары мен кірістерін алып қарайтын болсақ, шығындары көп. Ол шығындардың негізгі бөлігін әлеуметтік шығындар құрайды, 37-38%-ға дейін. Ал мына нақты сектор дамытуға арналған шығындарды қарасақ, олар 8-9% мөлшерінде ғана. Яғни нақты сектор дегеніміз белгілі бір құрылыс жүргізу, инфрақұрылымды дамыту, өндіріске қолдау көрсету деген сияқты шығындар, олар мардымсыз болып отыр. Сондықтан бұл жерде бюджетке жаңа қосымша түсімдер қажет болды. Одан бөлек біздің бюджетте ұлттық қордан көптеген ақша түседі. Сондықтан осы ұлттық қордан бюджетке түсетін ақшаны шектеп, яғни ұлттық қорды оны сақтап, болашақ ұрпақтарға сақтау үшін мінекей осы республикалық бюджеттің түсімдерін көбейтуді осы қосылған құн салығы арқылы ұсынылды. Бұл жерде негізгі мақсат, яғни осы нақты секторға жұмсалатын қаржыны көбейту, экономиканы дамытуға. Ол нақты сектор дамыту дегеніміз ол экономиканың өндірісті дамыту, яғни жаңа жұмыс орындарын құруға ықпал етеді. Сондықтан бұл осындай маңызы бар. Ал енді өзіміз көріп отырмыз күнделікті 25 жылы өзіңізді көрдіңіз, әлеуметтік желіде қызу талқыланды бұл тақырып, ел арасында, қоғам арасындағы бір даудың басы дайрабайдың көксейірі болмау үшін салық мәселесі, ақпараттандыру жұмысы жүйелі түрде жүргізілуі тиіс еді. Бұл жерде бір олқылық болды ма, шикілік болды ма, неге халық бұл мәселені дұрыс түсінбеді? Ол туралы түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Біз өңірлерге шықтық. Қаңтар айында айтылса, қаңтар айында әрбір өңірде кездесуде болдық. Ол жерде бизнес өкілдері жиналды, депутаттар, тұрғындар жиналыстар болды. Әрбір өңірде түсіндіру жұмыстары болды. Одан кейін парламентте талқыланды. Парламентте, мәжілісте жалпы салық кодексі бойынша 5000-ға дейін түзетулер ұсынылып, оның бәрі талқыланды. Талқылаудан өткеннен кейін ғана барып, мәжіліс қабылдап, ол сенатқа өтіп, сенат қабылдағаннан кейін заңды президент қол қойған күні тағы да бизнеспен кездесу өткізілді 18 шілдеде. Содан бастап, мінекей 18 шілдеден бастап жыл соңына дейін ол жұмыс тоқтаған жоқ негізі. Бизнес өкілдерінің қатысуымен көптеген кездесулер болды. Салық органдары, мемлекеттік кірістер комитеті әрбір өңірде түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Әрбір өңірде болды. Одан бөлек үлкен кең көлемде жұмыстар Астана қаласында болды. Онлайн түрде барлығы қатысты. Және де одан бөлек жазбаша түрде әртүрлі хаттарға жауаптар берілді. Қазіргі уақыттың өзінде мемлекеттік кірістер комитеті олар түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Менің білуімше күнделікті олар белгілі бір тақырыптарға арнап эфирлер өткізеді, жауаптар береді сұрақтарға. Демек кері байланыс бар. Кері байланыс бар. Ал енді күшіне енді ғой бұл заң. Биыл 26 жылдан бастап, осы қаңтар айынан бастайсыздар, жаңа пайызбен. Қаңтар айынан басталды жаңа салық, қосылған құн салығы 16%. Енді негізгі өзгерістердің бірі, бірақ бір айта кететін нәрсе, қосылған құн салығын бәрі төлемейді. Бізде шағын және микро кәсіпкерлік субъектілері бар, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі қолданады. Енді упрощенка деп айтады халықта. 3%. Бұрын 3% болды. Жаңа салық кодексінде ол 4%, бірақ мәслихаттар 2-3%-ға дейін төмендете алады. Ерекшелігі
көптеген жерлерде аудандарда 2%-ға дейін түсірді салық мөлшерлемесін. Маслихат қалай төмендете алады? Маслихаттың құқығында салық кодексінде көзделген, яғни негізгі мөлшерлеме 4%, маслихат оны 2-3%-ға дейін төмендете алады немесе көтере алады. Енді көп жерде негізгі бөлігі 2-3%-ға дейін түсірді, бір-екі жерде 4% қалды. Негізгі бөлік салық жүктемесін төмендетті. Бір ерекшелігі бұл режимде қосылған құн салығын төлемейді. Мысалға 2026-ға дейінгі алып қарайтын болсақ, қосылған құн салығын 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асқаннан кейін табысы төлеу керек болған бәрі. Арнаулы салық режимі қолдана ма, қолданбай ма, оған байланысты қарамай. Енді кім арнаулы салық режимі қолданады? Олар 2 миллиард 600 миллион теңге шамасында табыс ала отырып, сол табыстан аспаса, қосылған құн салығын төлемейді, әлеуметтік салықты төлемейді. Яғни бұл былайша айтқан кезде бизнеске деген жеңілдік деп айтсақ болады. Негізгі бизнестің негізгі бөлігіне, себебі олар 2 миллионға жуық субъект осы жеңіл режимді қолданады. Олар енді биылдан бастап олар өздері мысалғанда жағдай болған, шектеулі болды, ол режимді қолдану үшін шек болды, 187 миллион теңге, 190 миллион теңге шамасында 48 мың айлық есептік көрсеткіш шек болды. Содан асып кетсе, ол режимді қолдана алмай қалады. Одан бөлек қосылған құн салығының шегі бар. Сондықтан кейбір кәсіпкерлер бизнесті бөлшектеген фактілер болды. Оны көріп жүрсіздер. Үлкен құрылыс компанияларда осындай әдісті қолданды. Кейбір дүкендердің өзінде де бар. Мысалы, 2 касса болады, 3 касса болады деген сияқты. Енді бөлшектеудің қажеттілігі болмайды, себебі шек үлкен. 2 миллиард, 2,5 миллиард теңгеге дейін табыс ала отырып, олар осы режимді қолдана алады. Бірақ бөлшектегеннің өзінде олар заңды белшесінен басқан жоқ қой? Енді ол жерде әртүрлі мәселелер бар. Заңды енді ол жерде нақты анықталса, салықтан жалтару үшін бөлшектеген, енді ол жерде көп қой факт. Сондықтан әр кейс әртүрлі. Әр кейс әртүрлі. Жақсы, маслихатқа қатысты механизмді нақтылап алайықшы, қазір бізді көріп отырған көрерменге түсінікті болу үшін. Жаңағы сіз айтқан 3%-тен 4%-тен 2%-ке дейін маслихат арқылы төмендету үшін не істеу керек? Оны маслихаттардың барлығы дерлік шешім қабылдады. Аудандық маслихаттар, қалалық маслихаттар Қазақстан бойынша 1 желтоқсанға дейін ондай шешімдерді қабылдады. Яғни ол шешімдердің барлығы қазір қолданыста. Егер төлемеген жағдайда, кез келген субъект, жаңағы сіз айтқан кәсіпкер қосымша құн салығын төлемейтін болса, қандай жауапкершілік қарастырылған? Енді оның барлығы заңда көзделген. Егер кәсіпкерлік субъектісі өзі қосылған құн салығын төлеуші болып тіркелмесе, мысалы, оның айналым табысы 10 мың айлық есептік көрсеткіште, яғни 43 миллион теңге осы жылы асқаннан кейін, ол міндетті түрде тіркелуі тиіс. Тіркелмеген жағдайда оған әкімшілік кодекспен көрсетілген жауапкершілік, яғни ол 15% мөлшерінде төлеу керек, мен білетінім бойынша. Сондықтан ол жерде енді айыппұл, өсімпұл төлейді. Сондықтан асқаннан кейін, сол шектен асқаннан кейін олар тіркелуі тиіс. Яғни ол жерде жауапкершілік көзделген. Бірақ мына арнайы режимді қолданатындар оған қатысты емес. Жаңа салық жүйесінен кейін, осы өзгерістерден кейін біздің экономикамызда қандай өзгерістер болады? Енді жаңа айтып өткенде біз негізінен ұлттық қордан түсетін ақшаны азайттық. Яғни республикалық бюджеттің шығындарының темпі сақталды, әлеуметтік шығындар сақталды. Яғни ол медицинаға арналған негізгі мысалға шығындар бізде зейнетақы төлеумен байланысты шығындар бюджетте. Одан кейін әлеуметтік осал топтарға көрсетілетін көмектер бар, медициналық шығындар міндетті түрде төленетін. Сондықтан осылардың барлығы сақталып отыр. Яғни бұл реформа сол шығындарды, әлеуметтік шығындарды сақтауға мүмкіндік берді деп айтсақ болады. Яғни оны төмендетпеуге, оны қысқартпауға мүмкіндік берді. Бұл жерде біз болашақтың еншісіне беріп отырмыз ғой көп дүниені, иә? Әрине. Ұлттық қордағы ақшаны қазір жұмсап қоймай, ертеңгі балаларымыздың болашағы үшін деп сақтап қаламыз. Әрине, оны сақтау керек. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, жаңа ұлттық қордан балаларға оның инвестициялық табысының бір бөлігі біздің балалардың есептеріне аударылады. Яғни ол деген егер ұлттық қорда ақша көп болса, табыс та көп болады, табыс көп болса, ол балалардың шотына түсетін ақша да көп болады. Сондықтан бізге ұлттық қорды көбірек жинап, көбірек инвестиция жасаған тиімді. Жақсы. Президенттің Түркістан газетіне берген сұхбатында осы салық мәселесін көтергенде бизнес, мемлекет және азамат деген 3 тарапты тілге тиек етті. Бұл жерде
мемлекет, бизнес, азамат өзара серіктестігі қалай жүзеге асады жаңа салық жүйесінің аясында? Жаңа салық кодексінде енді әр жерде айтылып жүр, сервистік модель дейді, сервистік үлгі, яғни салық органдары салық төлеушілерге көмек көрсетуі. Бұл жерде негізінен жаңадан құрылған салық төлеушілерге, жаңадан тіркелген салық төлеушілерге салық органдары міндетті түрде сүйемелдеу жүргізеді, яғни консультациялық кеңестер беріп, бұл туралы салық кодексінде нақты норма көзделген. Тегін? Иә, тегін. Олар міндетті түрде сүйемелдеу жүргізеді, кабинет арқылы, кездесу арқылы. Одан бөлек алдын ала декларация толтыру деген нәрсе бар. Яғни салық органдарының информация, ақпараттық жүйелерінде қандай ақпарат бар, сол ақпараттардың негізінде олар салық төлеуші үшін декларацияны толтырып, өздеріне келісуге жібере алады. Яғни бұл арнаулы салық режимін қолданатын төлеушілерге және де қосылған құн салығын тіркелуші болып бірінші тіркелген салық төлеушілерге қатысты олардың ақпаратын алып, оларға жеңіл болу үшін салық есептілігін тапсыру. Олардың өздеріне жібереді, егер ол келіссе, соның келіскенін басады, болмаса белгілі бір түзетулерін енгізеді. Яғни бұл да жеңілдік. Бірақ ол тек бір реттік көмек, е? Бір рет болғанда осы жыл ішінде олар енді ол жұмыс енді басталады ғой. Иә, жыл ішінде негізінен ол жерден шектеу жоқ. Жыл сайын маған мысалы декларациямды салық органдары толтырып береді, мен тек мақұлдап жіберем деу қате ғой? Қате ол енді бәрі енді бастаған кезде көмек болады. Одан кейін енді әркім өзі жауапкершілік ол салық органда толтырғанымен, оны салық төлеуші келіскеннен кейін жауапкершілік салық төлеушіде болады. Қазіргі таңда мына жаңа салық жүйесінің енгізілгеннен кейін, жаңа салық кодексі пайда болғаннан кейін түсіндірме жұмыстарының аясында салықтағы ашықтық қалай қамтамасыз етіледі? Кері байланыс, жалпы мына цифрландыру заманында барлық ашық болу керек деп жатырмыз. Осы ретте сіздердің жүйелеріңізде қандай жаңалық? Енді ашықтық жоқ деп айта алмаймыз. Ашықтық бар. Ол салық кодексін әзірлеудің өзі бизнестің өкілдерінің қатысуымен жүргізілді. Қанша уақыт, 2 жылдың үстінде уақыт олар тікелей қатысты. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар, сарапшылар бар, қатысты. Келген жерде ашық ақпарат болды. Барлық жерде реформалар, ұсыныстардың барлығы ашық талқыланды. Өңірлерде талқыланды неше рет. Сондықтан бұл жерде ашықтық жоқ деп айтуға болмайды. Енді бұл бір мәселе, жалпы салық кодексі, салық заңнамасы күрделі заңнама, оны енді бәрі түсіне бермеуі мүмкін. Ол жерде белгілі бір арнайы терминдер бар, бірақ ол барлығына керек емес. Мысалға банктердің провизиясын ол барлығына білу керек емес. Иә, сондай енді салық кодексінің негізгі кәсіпкерлердің негізгі бөлігі тек бір ғана бөлігі, тек осы арнаулы салық режимдері, тек негізгі салықтар ғана бойынша бөлігін білсе жеткілікті деп ойлаймын. Көп нәрсенің бәрі айтылып жүр ғой, салықтарды қысқарттық, төлемдері қысқарды, кейбір салық төлемдері, жеңілдіктерді қысқарттық, жеке табыс салығы бойынша өзгерістер болды. Мысалға зейнетақы қорынан алынатын төлемдерге салық салынбайды, бұрын салық салынса, енді салық салынбайды. Еңбекақы алған кезде бізде 10% ұстап қалады. Зейнетақы аударымдар. Оған салық салынбайды. Ол міндетті зейнетақы қорына түседі, жинақтаушы зейнетақы қорына. Одан зейнетақы алған кезде 10% салық салынған. Бұрын. Өйткені мына жақта салынбайды, ал зейнетақы ретінде алған кезде салынады. Зейнетақы деген кезде бізде енді бәрі зейнетақы емес. Мысалға қазіргі уақытта зейнетақының бюджеттен берілетін бөлігі бар. Және де еңбектен жинақтаушы зейнетақы қорынан сол осы ғана салық салынады да, бюджеттен салық салынбайды оған. Өйткені ол бюджеттің ақшасы. Мына бөлігіне салық салынған, енді салынбайтын болады. Одан бөлек жаңағы айттық қой, зейнетақы төлемдер аударымдарын белгілі мақсатқа пайдалану үстіндегі артық соманы. Оған да салық салынған, көбісі кейінге қалдырды ғой салықтарын. Оған да салық салынбайды. Кім кейінге қалдырды, олар салық төлемейді. Шынымен де ақпараттандыру жұмысын көбірек жүргізу керек сияқты. Себебі енді қоғам бұл мәселелерді етене түсініп келе жатқан сияқты. Ертеңгі күні бұның барлығы ұлттық қордан ақшаны алмау үшін, болашақтың еншісіне, яғни балаларымызға, немерелерімізге әйтеуір бір мұра ретінде бірдеңе қалдыру үшін жасалып жатқан үрдіс десек, тағы да түсінетін сыңайлы. Көп рахмет, уақытыңызды бөліп келгеніңізге, еңбектеріңіз елене берсін. Рахмет. Қымбат көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз бүгін салық жүйесіндегі өзгерістерді, салық жүйесі турасында президенттің Түркістан газетіне берген сұхбатында айтқан, дөп басып айтқан мәселелер турасында жіпке тіздік. Бүгінге айтарымыз осы. Шаңырақта 24 KZ арнасы қосылып, осынан аман болыңыздар.